Кейбір қосылыстар, мысалы, сірке қышқылы мен этанол сумен кез келген қатынаста араласа береді. Ал зәйтүн майы мен гексан сияқты басқа қосылыстар суға қосылғанда бөлек қабаттар түзеді. Судың оң шетіндегі сутек атомдары, ал теріс шетінде оттек атомдары болатын полярлы молекулалардан тұратынын есте сақтаңыз. Бұл молекулалар бір-бірмен сутектік байланыс түзе отырып әрекеттеседі. Сондықтан су оның молекулаларымен ұқсас байланыстар түзе алатын заттармен оңай араласады. Этанол мен сірке қышқылының екеуі де су молекулаларымен осындай жолмен әрекеттесе алады. Олардың судағы оңай ерігіштігі осыған байланысты. Полярсыз молекулалардан тұратын сұйықтықтар су молекулаларымен сутектік байланыс түзе алмайды. Сондықтан олар сумен араласпайды.